Баршаңызға сәлем. Мен сіздерге керемет бір қолдан бантик жасап көрсеткім келіп отыр. Мына менде кішкене ақ мата. Бұл ескі кофтадан жаңағыдай қырқып алдым. Ені 15 сантиметр, ұзындығы 25 сантиметр. Әдемдеп, көктеп, іш жағынан тігіп аламын. Сосын оны оңғаратып, әдемі формаға келтіріп аламын. Мендегі жаңа кофтаның жеңіндегі кішкене қара ленталарын алдым. Оны жаңағы бантиктің сәндігіне қолданам деп қазір көрсететін боламын. Егер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Осындай қыс айында қазір күн суық болғандықтан қыздар қалпақ киеді. Үлкен бантиктерді ыңғайсызданып, осы кішігірім бантикті тігіп бердім. Қалпақтың ішінен тағып кете береді. Барған кезде қалпағын шешіп отыра береді. Әдемі формаға келтіріп, ортасын кішкене көктеп, біріктіріп, формаға келтіріп аламыз. Сосын оны сәндеп, қара лентамен кішкене сәндедім. Кішкене әдемі көрінсін деп. Осылай формаға келтіріп, көктеп, сосын лентасын қадап, одан резинасын тігіп қоятын болам. Осылай көктеп алдым. Лентаның ұштары кішкене жіптері көрініп, сөтіліп жатса, спичканың көмегімен кішкене отқа бір басын күйдіріп алатын боламыз. Сонда ленталарымыз сөгіліп кетпейді. Осылай формаға келтірдім. Оны да кішкене көктеп қойсаңыздар болады. Шашылып, жаңағыдай шешіліп кетпейді. Мықты болады. Осындай әдемі бантиктер шықты. Сіздер де қолданып көріңіздер. Қазір қызыма тағып көрсететін болам, міне. Осылай тағып кете береді. Назарларыңызға рахмет.